Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әлсейтов Амангелді Құмарлы. Кезекті сабағымыздың тақырыбы масштаб. Өздеріңіз білесіздер, масштаб тақырыбы математикада, әсіресе ұлттық бірыңғай тестілеу емтиханында математикалық сауаттылықтан кездеседі. Масштаб дегеніміз не? Масштаб деген немістің сөзінен алынған екен. Ма өлшеуіш, мөлшер дегенді білдіреді екен. Стап таяқ дегенді білдіреді екен. Яғни масштаб дегеніміз сызбадағы, жоспардағы, аэрофото түсірудегі немесе картадағы кесінді ұзындығының сол кесіндінің нақты ұзындығына қатынасы. Яғни сызбадағы кесінді ұзындығының оған сәйкес нақты ұзындыққа қатынасы. Өлшем бірлігінсіз санмен өрнектелген бұл қатынас сандық масштаб немесе жай ғана масштаб деп аталады. Жоспардың, сызбаның, картаның сандық масштабы жай бөлшек арқылы өрнектеледі. Масштаб тең болады сызбадағы ұзындық бөлінген оған сәйкес нақты ұзындық. Көріп отырсыздар, бұл өрнекте, бұл теңдеуде үш шама бар. Масштаб, сызбадағы ұзындық және нақты ұзындық. Есептерде осы үш шаманың екеуі беріледі. Біреуін, яғни үшінші белгісін табу талап етіледі. Мына түрдегі жазулар кездеседі. Мынандай үш түрде жазу кездеседі. Бірінші, мысалға, м тең болады, бірдің 100-ге қатынасындай болатын болса, бұл 100 есе кішірейту дегенді білдіреді. Егер, мысалға, м тең болады 50 бөлінген 1 деген түрде болатын болса, онда бұл 50 есе үлкейту дегенді білдіреді. Егер м тең болады 1 бөлінген 1 түрінде берілсе, онда ол өзгеріссіз, яғни нәрсенің, заттың, тетіктің бейнесі қағаз бетіне өзгеріссіз өз өлшемінде түсірілді дегенді білдіреді. Жоғарыда жазылған мына үш жағдайды былай түсіну керек. Егер алымы бірге тең болса, онда бөлімі сызбада бейнеленген сызықтың нақты өлшемінен неше есе кішірейтілгендігін білдіреді. Ал егер бөлшектің бөлімі бірге тең болса, онда алымындағы сан картадағы сызбадағы сызықтың нақты өлшемінен неше есе үлкейтілгендігін көрсетеді. Осы үш жағдайға нақты мысалдар келтірейік. Егер біз үйдің, пәтердің, бөлменің сызбасын сызатын болсақ, оны әдетте 100 есе кішірейтеміз. Үйдің құжатынан көруге болады. Пәтердің, үйдің сызбасында, жоспарында өлшем 100 есе кішірейтілген. Яғни масштаб 1 бөлінген 100. Химиктер, биологтар біледі. Ұсақ нәрселерді зерттеген уақытта біз микроскопты пайдаланып үлкейтіп қараймыз. Мысалға, инеліктің көзін, шыбынның көзін зерттейтін болсақ, немесе микробтар зерттейтін болсақ, біз микроскопты қолданып бәленбай есе, мүмкін жүздеген, мыңдаған, миллиондаған есе үлкейтіп қараймыз. Енді өзгеріссіз болатын қандай жағдайлар бар? Мысалға, көзілдіріктің футлярын алып көрейік. Оны біз қолданып жүрген А4 қағазға өзгеріссіз сызуға болады. Әрі қарай осы тақырыпқа есептер шығарып көрсетейік. Бірінші есебіміз. Масштабы 1 бөлінген 60 миллион болатын картада Алматы мен Астананы қосатын кесіндінің ұзындығы 16 мм-ге тең болса, осы екі қаланың ара қашықтығын табыңыз. Есептің шешуі. Екі қаланың ара қашықтығын x деп алайық. Есеп шарттарына сай, бізде сызбадағы ұзындықтың нақты ұзындыққа қатынасы масштабқа тең, біз мынандай теңдеу аламыз, немесе пропорция аламыз. Бұдан x-ті табамыз. Бұнда x тең болады 16 мм көбейтілген 60 миллион. Бұдан 16-ны 60 миллионға көбейтіп, іздеріндік қашықтықтың 960 миллион миллиметр екендігін білеміз. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар екенін ескере отырып, бұл қашықтықтың
96 миллион сантиметр екенін табамыз. 1 метрде 100 сантиметр бар екендігін ескере отырып, яғни тағы да 2 нөлден құтыламыз. 960 мың метр екендігін табамыз. Және 1 километрде 1000 метр бар екендігін ескере отырып, 960 километр аламыз. Сонымен есептің жауабы 960 километр. Келесі есебіміз, нөмір 2-ші есеп. Екі елді мекеннің арасы 8 километр. Бір бөлінген 100 мың масштабымен сызғанда, екі елді мекеннің арасы картада қанша болатынын табыңыз. Шешуі. Жоғарыдағы есептегі сияқты, екі елді мекеннің ара қашықтығын x арқылы белгілеп, есеп шарттарына біз келесі теңдеуді немесе пропорцияны аламыз. Бұдан x тең болады 8 километр бөлінген 100 мыңға. 8 километр дегеніміз ол 800 мың сантиметр. 800 мыңды 100 мыңға бөлсек 8 сантиметр шығады. Сонымен есептің жауабы 8 сантиметр. Келесі 3-ші есебіміз. Масштабы 1 бөлінген 10 миллион болатын картада Алматы мен Мәскеуге дейінгі қашықтық 3 дециметрге тең. Алматы Мәскеу темір жолының ұзындығы Алматыдан Мәскеуге дейінгі ара қашықтықтан 50%-ға артық. Темір жолдың ұзындығын табыңыз. 50% деген ол жартысы. 3 дециметр ол 30 сантиметр деген сөз. Енді шешуі. Жоғарыдағы екі есептегі сияқты ізделінді шаманы, яғни екі қаланың ара қашықтығын x деп белгілейік. Есеп шарттарын пайдалана отырып, келесі теңдеуді немесе пропорцияны аламыз. Осы теңдеуді шеше отырып, біз x-ті табамыз. X 3000 километр болады екен. Есеп шартында темір жолдың ұзындығы ара қашықтықтан 50%-ға артық дейді. Біз білеміз, ара қашықтық дегеніміз екі нүктені қосатын кесіндінің ұзындығы. Ал темір жол әдетте ол түзу болмайды. Сонда темір жолдың ұзындығы ара қашықтықтан 50%-ға артық деген сөз, темір жолдың ұзындығы ара қашықтықтан 1,5 есе артық дегенді білдіреді. Яғни, табылған x-ті 3000 километрді 1,5-ке көбейтіп, біз ізделінді шаманы табамыз. Сонымен есеп шартына сай Алматы Мәскеу темір жолының ұзындығы 4500 километрге тең екен. Келесі 4-ші есебіміз. 50 бөлінген бір масштабымен салынған суретте жәндіктің қанатының ұзындығы 15 сантиметрге тең. Жәндіктің қанатының нақты ұзындығын табыңыз. Жоғарыдағы есептердегідей белгісіз шаманы x деп белгілесек, есеп шарттарына сай, яғни масштаб тең болады сызбадағы ұзындық бөлінген нақты ұзындық. Мынандай теңдеу аламыз. Бұдан x-ті есептейміз. Бұл жолы қиын емес. Сонда жәндіктің қанатының нақты ұзындығы 0,3 сантиметр екен. 3 миллиметр деген сөз. Бірақ маған кездескен тест нұсқаларында өлшем бірлігі сантиметрмен алынғандықтан мен осы күйінде қалдырып отырмын. Келесі 5-ші есебіміз. Екі қаланың картадағы ара қашықтығы 3,5 сантиметр, жер бетіндегі ара қашықтық 75 километр, картаның масштабын табыңыз. Жоғарыдағы есептен ерекшелігі бұл жерде масштаб белгісіз, масштабты сұрап отыр. Шешуі. 175 километрді алдымен метрге айналдырайық, одан кейін сантиметрге айналдырайық. 1 метрде 100 сантиметр бар, 1 километрде 1000 метр бар. Оны барлығымыз білеміз. Сонда масштаб тең болады. Келесі шама 3,5-ті 17 миллион 500 мыңға бөліп, біз картаның масштабын табамыз. Картаның масштабы 1 бөлінген 5 миллион екен. Сол есептің жауабы картаның масштабы 1 бөлінген 5 миллион. Келесі 6-ші есебіміз. Масштабы 1 бөлінген 6 болатын сызбада тетіктің ұзындығы 5 сантиметр.
осы тетіктің масштабы 2/1 қатынасында болатын басқа сызбадағы ұзындығын табыңыз. Бұл есепті екі амалмен шығарамыз. Бірінші, берілген масштабпен осы сызбадағы тетіктің ұзындығын пайдалана отырып, тетіктің нақты ұзындығын тауып аламыз. Тетіктің нақты ұзындығын x деп алайық. Сонда бірінші сызбадан біз есеп шарттарына сай келесі теңдеуді аламыз. Бұны шешіп, x-ті табамыз. Яғни тетіктің нақты ұзындығы 30 см екен. Енді екінші пунктте, екінші қадамда осы тетіктің екінші сызбадағы ұзындығын табайық. Бізге нақты ұзындығы 30 см белгілі, масштаб 2/1 белгілі, тетіктің сызбадағы ұзындығы қажет. Y арқылы осы тетіктің екінші сызбадағы ұзындығын белгілейтін болсақ, есеп шарттарына сай 2/1 тең болады y бөлінген 30 теңдеуін аламыз. Бұл теңдеуді шешіп, біз есептің жауабын аламыз. Сонымен есептің жауабы берілген тетіктің екінші сызбадағы ұзындығы 60 см-ге тең екен. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгін масштаб ұғымының анықтамасын бердік. Масштабқа қатысты есептердің түрлерін айттық, және осы тақырыпқа байланысты бірнеше есепті толық шешуімен келтірдік. Бейнеролик сізге ұнаған болса, лайк қоюды ұмытпаңыз. Каналға жазылмаған оқырмандар болса, каналға жазылыңыз. Одан әрі де материалдарды каналға салып отыратын боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.